Қысқасын айтқанда, сабақ бітті. Үстімнен ауыр жүк түскендей болды. Өзімді жеңіл сезініп қалдым. Қатты қуанып тұрдым. Диванға жатып, енді не істеймін деп ойланып жаттым. Осы кезде көкеннің айтқан тапсырмасы есіме түсіп кетті. Мен орнынан атып тұрып, бірден далаға қарай жүгірдім. Жұмысқа кірісіп кеттім. Осы жұмыстан кейін кішкене шаршап, үйге барып демалып алуды шештім. Есікті ашып, үйге енді кіре берген кезде мамамның айтқан жұмыстары есіме түсіп кетті. Балам, мен қаладан кеш келем. Мен келгенше ыдыс-аяқтардың бәрін жуасыш. Жарайды. Бірден ыдыс-аяққа қарай жүгіріп, барлық ыдыс-аяқтарды 19 секундта жуып тастадым. Осы ыдыс-аяқтардан кейін денем өзіме бағынбай салбырап кетті. Сол кезде ағамның айтқан тапсырмалары есіме түсіп кетті. Мен келгенше үйдегі барлық жұмыстарды істеп қой. Түсіндің ба? Мен кеттім. Мен бірден жұмысқа кірісіп кеттім. Барлық жұмысты бар жылдамдығымен жасадым. Осы жұмыстан кейін шаршағаннан аяқ-қолдарым дірілдеп кетті. Өзімді әрең көтеріп тұрдым. Ішімнен сабақ қайтадан басталса екен деп ойлап кеттім. Осы кезде Мерлан келіп, "Жүре кетті, футбол ойнаймыз, сені бәрі күтіп отыр." Осы сөзден кейін талып қалдым. Достар, егерде осындай видео тағы да көргілеріңіз келсе, осы видеоға аямай лайктарыңыз баспасаңыздар, және комментарияға осы видео ұнады ма жоқ па, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Және алдыңызда қызыл подписаться деген кнопка қызыл болып тұрса, соны басып сұрғылт түске айналдырып тастаңыздар. Давайте, достар, сау болыңыздар.